Бүгінгі видеода сіз түрлі қызықты логикалық сұрақтарға жауап беріп, өзіңіздің логикалық ойлауыңыздың қаншалықты жақсы дамығанын білетін боласыз. Ендеше видеоға лайк басып, өзіңіздің тапқан сұрақтарыңызбен комментарийде бөлісе отырыңыздар. Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар арнасы, ал біз видеомызды бастаймыз. Зоопаркке ювелир бұйымдарын дүкен тонаған ұры қашып кіріп кетті. Оның соңынан түскен полицей Кейн зоопаркке жеткенінде ұры киініп адамдармен араласып кеткен еді. Ендеше достар, Кейнге көмектесіп, мына адамдардың арасынан ұрыны табыңыздар. Мына зоопарк қызметкері күдікті көрінеді. Ол арыстанға алма беріп тұр. Қане Кейн, ұста ананы, әйтпесе қазір оны арыстан жеп қояр. Серхио келімсектерді ұстап зерттейтін ұйымда жұмыс істейтін. Оның еңбек өтілінде ол өте көп келімсектерді ұстаған болатын. Бір күні оның ұйымдағы барлаушысы жер бетінде бірнеше қауіпті келімсектің пайда болғанын, оларды әзірге жасырынып жатқандығын, егер оларды дер кезінде тоқтатпаса, бір жамандық болатынын айтады. Серхио олардың жасырынған жерлерін анықтады. Ол енді келімсектер жоқта, олардың үйіне тұзақ құрмақшы. Ендеше достым, Серхиоға көмектесіп, мына үйлердің қайсында келімсектің тұратынын анықта. Мына жерде өзге ғаламшарлықтың лазерлі бластері жатыр, өте күмәнді. Меніңше қарапайым үйде мұндай үш құйрықты мысық болмауы керек. Мына үйде белгісіз жасыл сұйықтықтар жатыр, келімсектердің қалдырған ізі сияқты. Ал енді сен мына үйде ненің дұрыс емес екендігін комментарийге жазып қалдыр. Тек тездеткенің жөн, өйткені Кейнге әлі тұзақ құрып үлгеру керек. Хельга бір зұлым ғалымның тұзағына түсіп қалды. Ол қараңғы лабиринтті аралап келіп, бір жалғыз қағаз жатқан, шетінде шығатын есігі бар, бірақ ол жабық болатын, бір бөлмеге келді. Қағазда Хельгаға бұл үңгірде 12 сағат қамауда екен. Егер сол уақытқа дейін берілген жұмбақ арқылы есікті ашатын кодты таппаса, зұлым ғалым үңгірді қызбен қосып жарып жіберетіндігі жазылған. Сонымен достым, мына тапсырмаға қарап, қандай кодты жазу керек екенін тезірек анықта. Бұл жұмбақтың жауабы негізінде оңай. Тапсырмада көрсетілген заңдылыққа сәйкес, алғашқы 2 сан берілген сандардың қосындысы, ал қалған екеуі көбейтіндісі. Демек жауабы 13-36. Ал енді мұқияттылыққа арналған тапсырма. Мен бірнеше көрсетілген заттарды жасырып қоямын, ал сен олардың тұрған орнын анықта. Мен енді саған бірнеше эмодзи арқылы бір елді жасыратын боламын, ал сен соларды тауып көр. Мынадан бастап көрейік. Қалай ойлайсың, бұл қандай ел?
Бұл Америка. Бұл Франция. Бұл Ресей. Ал бұл Жапония болатын. Міне достар, бүгінгі видеоның соңы. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Бәрі бар арнасымен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар.